Павлодарда волейболдан мемлекеттік қызметшілер арасындағы республикалық турнир басталды. Ертіс өңіріндегі Баянтау спорт сарайына жиналған шенеуніктер ақ-жейде мен галстукты спорттық киім үлгісіне алмастырған. Осымен екінші жыл қатарынан өтіп жатқан жарысқа Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларымен қатар барлық облыстардан 200-ге тарта мемлекеттік қызметшілер келген. 17 команда өзара бақ сынайды. Алдағы мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі қарсаңында өтіп жатқан дәстүрлі жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастырып, жастарды бұқаралық спортқа баулуды көздеген. Ұйымдастырушылар уақытының көбін кабинетте компьютердің алдында өткізетін мемлекеттік қызметкерлердің дене шынықтыру мен спортқа ден қойғаны құптарлық іс екенін айтады. Спорт денсаулықтарын нығайтып, отан сүйгіштік, адалдық, парасаттылық сынды адами қасиеттерді байтат деген сенімде. Биылғы турнир сонымен қатар Павлодар облысының мемлекеттік қызмет департаментін алғаш болып басқарған Мейрам Серғазинді еске алуға арналған. 3 күнге созылатын турнирдің жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар да табыс етіледі. Ең бірінші мәселе осы турнирдің арнайы марқұм Мейрам Серғазин деген үлкен ағамыз болған тұлға. Осы мемлекеттік қызмет департаментінің ең бірінші 1998 жылы Павлодар облысында ашылғанда сонда басқарған. Сол жас мемлекеттік қызметшілерге үлгі ретінде, тәрбие ретінде, мәңгілік естелік ретінде сол турнирді арнайы сол Мейрам Серғазиннің атына арнап өткізіп жатырмыз. Бүгін 19 маусым күні құрылғанымызға 1 жыл толып отыр. Бізде бүгін үлкен облысымызда мереке. Біз бірінші осы Түркістан облысы болып құрылғалы бірінші қатысып отырмыз. Мемлекеттік қызмет, елге қызмет деп айтады бізде. Еліміздің өсіп өркендеуі жолында қызмет етіп жүрген бүкіл мемлекеттік қызметшілер бүгін тек қана бір офиста отырып, жаңағы жазу жазып, компьютерда отырып қана емес, сонымен қатар салауатты өмір салтын дамыту мақсатында спортпен шұғылданып, өсіп келе жатқан ұрпаққа жақсы, тамаша үлгі, өнеге бола алатынын да көрсетіп отыр.